Абайлаңыз қаржы пирамидасы. Осындай атаумен 10-16 наурыз аралығында Ұлытау облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті мектеп оқушылары арасында фотосурет байқауын ұйымдастырған болатын. Бүгін байқаудың қорытындысы шығарылды. Ақиқатын айту керек, қаржы алаяқтарына қызмет ететіндер алдымен өз таныстары мен туыстарын құрбандыққа шалады. Бастапқыда өзі де сенеді, сосын өзгелерді азғырады. Ұлытау облыстық экономикалық тергеп-тексеру департаментінің бастығы Ерік Есенов оқушылар қазірден бастап қаржылық сауаттылықты меңгеру керек дейді. Облыс бойынша мектеп оқушылар арасында байқау ұйымдастырудағы басты мақсат та осы. Бүгін әділ қазылар алқасы мықтыларды анықтап, жеңімпаздарды марапаттады. Белсенді қатысқан өзге де оқушыларға алғыс хаттар табысталды. Бүгінгі күні қоғамда қаржы пирамидасымен байланысты алаяқтық жағдайлардың белең алып кетуіне байланысты қаржылық мониторинг органдары тарапынан халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Біздің органның басты мақсаты болашақ ұрпақтың қоғамдағы сауатты қаржылық көзқарасын қалыптастыру және алаяқтарға ұрынбау болып табылады. Сонымен байқау қорытындысы бойынша бірінші орынды Сәтбаев қаласы нөмір 5 мектебінің 9 сынып оқушысы Ислам Рүстемов жеңіп алды. Ислам өзі салған суретте әйгілі Джокерді бейнелеген. Оның сыры мынада. Джокер деген сурет салдым. Ол Джокер өзі ақшаға құмар, қанша рет көргенмен ақша туралы көп айтады. Ақша және бір моменттің көргенмін ақша жандырғанын. Және қаржылық пирамидамен қосымда осы суретті салдым. Айта кетейік, Ұлытау облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті қаржылық сауаттылықты арттыру тақырыбында жасөспірімдер арасында 20-дан астам оқу сабақтарын өткізген. Алдағы уақытта да осындай байқаулар тұрақты түрде ұйымдастырылатын болады. Гүлім Маратқызы, Бекжан Маратұлы, Ұлытау телеарнасы.